Біздің жас тәуелсіз мемлекетіміздің бүгінгі ұлдары қазақы дәстүрімен, мәдениетімен, ата-бабаларының ұлағатымен тарих тереңіне тамыр жайған. Біздің мақтан тұтатын жер жәннаты қалаларымыз Ұлы Жібек жолының бойында орналасқан. Сондай Орта Азиядағы ең көне шаһарлардың бірі Тараз қаласы. Қазіргі ол Жамбыл облысының орталығы. Тақ-Тараз, шалқы Тараз шаһандағы, түп қазып, туған үйім отандағы, ықылым, замандардың шаңы жұққан, шақарлы, шежіремнің қаһарманы. Тегім сен, кітабым сен, парақ алтын, сен дәлел, дамысы егер, дала халқы, милет пе, миллениум бе, сағанда тән, дәуірге сәлем бердің, дана қалпың, маңдайы, мақтанышы түркілердің, түлесін, рухыңмен ұлтыменді, жан батып, жарысы озған нұр тілеулі, еркесем, еркіндікке ынтық елдің. Бүгінгі Тараздың келбетін кешегісімен байланыстырып жырлаған замандас ақындарымыз да баршылық. Атыңнан айналайын әулие ата, атыңды алып қойды деп болма қапа, деп айтқан Жамбыл атамыздан бастап, көне де жаңа Тараздың жеріне табаны тиген ақындардың, осы өңірдің адамы да, ауасы да, жері де таза екені, адамның бойына нұр құятын қасиет барлығын жырламаған жоқ шығар. Таразға таяқ ұстап келген, ниеті жақсы азамат, тай мініп кететіндігін ерте замандағы айтқан. Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың Қазақстан халқына арналған күні кешегі жолдауындағы туған тарихымыздың асыл жәдігерлері, тарихи, мәдени, археологиялық және туристік орындарды қатаң қорғауға алып, осынау асыл мұраларды ел мұратына жарату жөніндегі тапсырмалары біздер үшін ерекше қуанышты жайт. Халықтан қызу қолдау тапқан кешегі тұғырнамасын ширек ғасырда артқа тастаған тәуелсіз Қазақстанның жаһандану дәуіріндегі рухани кеңістігімізді жаңа бастауы деп бағалауымыз керек.